Студиямызға келген қонағымызды таныстырып өтетін болсақ, Әмірбек Айдарбек аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош болдық. Енді осы бүгінгі бағдарламамызды енді жалғастыратын болсақ, сұхбатымызды жалғастыратын болсақ, осы күні кеше Біріккен ұлттар ұйымының ассамблеясы басталды. Енді осы ассамблеяда талқыланатын негізгі мәселелер көп. Бұл енді адам құқығы бар, енді коронавируспен күрес бар. Дегенмен күн тәртібінде бірінші орында енді Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриштің айтуынша, енді бұл жаңа қырғи қабақ соғыс қаупі, енді ақш пен Қытай арасындағы. Енді осы қырғи қабақ соғыс басталды ма, әлде қашан басталады? Сіздің пікіріңізше қалай? Және оны болдырмау үшін не істеу керек? Ары қарай жалғастырмау үшін? Негізі басталып қойды деп айтуға болады. Себебі қазіргі таңда болып жатқан оқиғалар осының бір көрінісі. Енді жалпылама мен өзім халықаралық қатынастарда болып жатқан оқиғалар тұрақты сараптап тұрам. Осы Қытай мен Америка Құрама Штаттар арасындағы негізі осы, енді қырғи қабақ соғыс деп айтпай қояйық, мен өзім негізі бұны жаңағы ықпалын кеңейтуге негізделген бәсекелестік немесе бақталастық деп есептеймін. Бұл жерде 2013 жылы негізге алу керек деп есептеймін. Неге бұл жылы? Өйткені дәл осы жылы Қытай өзінің экономикалық сауда-саттық қарым-қатынастарын нығайту үшін өте маңызды мега жобаларды ұсынған болатын дүние жүзіне. Солардың біріншісі, мысалға 21 ғасырдың теңіз жібек жолы деген бір жобасы бар. Дәл осы жылы жібек жолының экономикалық белдеу жобалары атты жобалар ұсынды. Енді бұл жобалардың ең соңғысы жаңағы жібек жолының экономикалық белдеуі, бұл біздің еліміз. Осы Қазақстан астанасы Нұр-Сұлтанда ұсынылған болатын. Дәл осы жылы Америка Құрама Штаттарындағы түрлі сараптамалық орталықтарды зерттеп көретін болсаңыз, осы жерде ұлттық кеңестің әсіресе сараптамалық арнайы бір кітапшасы шыққан болатын. Бұл кітапшасында 2030 жаһандық тенденциялар баламалы әлемдер атты сараптамалық кітапшасы. Бұл кітапшаның маңызы неде? Біріншіден бұл жерде жоғары басшыларға Америка Құрама Штаттарына көптеген маңызды ұсыныстар әзірленген. Осы ұсыныстарда ең маңызды тақырыптар ол 2030-ға дейін Америка Құрама Штаттарының әскери экономикалық тұрғыдан кейбір әлсіреуі орын алады деген. Бұған қоса 2030-ға дейін осы Американың орнын алдағы уақытта Қытайдың әскери экономикалық тұрғыдан күшейетіндігін негізге алған болатын. Осының бәрін сараптай келе 2030 жылына дейін Америка Құрама Штаттары өзінің ықпалын, әлемдік саясаттағы күшін сақтап қалу үшін осы Қытайды оқшаулап, Қытайдың экономикалық бәлкім өсуін алдын алу жобалар туралы кейбір ұсыныстарды ұсынған болатын. Негізі мынау Джо Байденді өзі президент болар болмас, ең бірінші сыртқы саясатқа байланысты мысалға айтқан сөздерін сараптап қарайтын болсаңыздар, ол екі нәрсені баса назар аударды. Ең біріншісі Америка Құрама Штаттары бұдан былай оқшаулау саясатынан бас тартып, барлық елдермен тығыз байланыстарды күшейтетін болады деп. Екіншіден, осы Қытаймен бәсекелестікте қандай іс-шаралар қажет, одақтастармен қандай байланыстар қажет, соның бәрін іске асырам деп уәде берген болатын. Енді қазіргі таңда әлемдік саясатта болып жатқан оқиғаларды қарасаңыз, осының бәрі орындалып жатыр. Америка Құрама Штаттары осы Қытайдың маңайындағы одақтастармен ынтымақтастықты күшейту үшін барлық шараларды қолданып жатыр. Бұл жерде енді әрине Жапонияны айтып кету керек, Оңтүстік Кореяны айтып кету керек, Австралия сияқты елдерді айтып кету керек. Қазіргі таңда осы елдермен ынтымақтастықты күшейту арқылы осы Қытайдың одан кейінгі ықпалын, экономикалық ықпалын бәлкім алдын алу деп те айтуға болады саяси тұрғыдан. Осындай геосаяси түрлі жобаларды іске асырып жатыр. Енді әрине, Қытайдың қазіргі таңда экономикалық сауда-саттық қарым-қатынасы барлық елдермен жаңағын айтып өткен экономикалық белдеу жобасы арқылы күшейіп жатыр. Орталық Азия елдермен, түркітілдес елдермен. Бірақ соның алдын алудың бірден бір себебі осы Қытайдың қолындағы ресурстарды басқа бір бағытқа бұрмалау. Сондықтан мынау Азия тынық мұхит аймағындағы қазіргі таңда болып жатқан оқиғалар негізі осы Қытайдың бәлкім алдағы уақыттағы экономикалық әл-ауқатын осы бағытқа бұрмалап, енді соғыс емес, жанжалдарды көбейту арқылы бір жағынан Қытайдың экономикалық сауда-саттық байланыстарын әлсірету деп өзім есептеймін. Сондықтан мен ойымша бұл Америка мен Қытай арасындағы бұл жанжалдар алдағы жылдары өрбейтін болады. Бұны енді тоқтатудың бірден бір жолы ол әрине Біріккен ұлттар ұйымы сияқты тағы басқа халықаралық ұйымдарды белсенді қатыстырып, бұл жерде тағы басқа ірі державалар бар, мысалға Үндістан, Ресей, тағы басқа елдер бар. Бұлар бірігіп бұның алдын алу үшін ортақ бір кеңес құру қажет ау
егер бұндай кеңес құрылмайтын болса, онда бұл жанжалдар өрбитін болады. Егер бұл жанжалдар өрбитін болса, бұл барлық Орталық Азия елдері, Еуразия құрылымдағы барлық елдерге енді әсерін тигізеді. Әрине бұл әсер оң болмайтыны сөзсіз. Енді осы күні кеше ғана тағы бір шыққан жанжал, Австралияның Францияның дизельді сүңгуір қайықтарынан бас тартуы. Осы ретте оған Ұлыбритания мен ақш өзінің 8 атомды сүңгуір қайықтарын сататыны туралы белгілі болды. Оның алдында осы демалыс күндері сол уақытта осы ақш, Ұлыбритания, Австралияның жаңа бір Қытайға қарсы қорғаныс ұйымын құрғаны мәлім болды. Яғни бұл қорғаныс ұйымының потенциалы қандай, және бұл НАТОның ішіндегі бір алауыздыққа келіп соқпай ма? Енді мен өз басым ойлаймын, НАТОда бір проблема туындайды деп ойламаймын. Себебі енді Америка құрама штаттары әлі қазіргі таңда әлемдік саясатта күші басым. НАТОда ықпалы басым, сөзі өтерлік ел. Көптеген жобаларды қаржыландырып жатқан негізі Америка құрама штаттары. Жаңағыны айттық қой, Америка бұл негізгі себебі, Америка құрама штаттары қазіргі таңда енді әлемдік жүйені басқарып отқан ел. Алайда бұл жүйені жайлап бәсекелестік болып келе жатқан, бақталасып келе жатқан бір күшті держава қайттан туындап отыр, ол Қытай Халық Республикасы. Әрине бұл жаңағы болып жатқан оқиғалар Франция, Австралия арасында, Ұлыбританияда бұның ішінде негізгі одақтастары, негізі Американың 4 негізгі одақтасы бар өзінің мүддесін жүзеге асыруға. Бұның біріншісі Ұлыбритания, Канада, одан кейін Австралия и Израиль елдері. Көбінесе осы елдермен байланыс арқылы өзінің әлемдегі саясатын жүргізеді. Енді бұл жерде негізі НАТО ұйымын өзіңіз айтып өттіңіз, бірақ НАТО ұйымында ешқандай бір жанжал болады деп ойламаймын. Әрине Франция өзі бұл келісім шарттардан кейін кейбір ызаланып, өзінің Американы ұстанып атқан саясатын негізі одақтастарға сай емес екендігін айтып, қажет болған жағдайда жаңағы НАТОға деген ұстанымын өзгертем деген ұсыныстарды, пікірлерді айтып отыр. Алайда бұл пікірлер жалпы бүйтіп сараптама түрінен өткізетін болсаңыздар, бұның зардабы өте көп, зардабы тиеді Францияға. Сондықтан Франция елінің мүддесіне негізі ол НАТОның үйінің ішінде қала бермек. Негізі тарихи тұрғыдан алып қарайтын болсаңыздар, дипломатик тарихы, бұның алдында да бұндай Деголь дөнемінде болған. Деголь мысалға өзі де НАТОның негізі Францияның мүддесіне емес, тек қана Америка құрама штаттар мүддесіне ғана қызмет жасайтын бір ұйым деп айтқан. Алайда бұған қарамастан Франция қазірге дейін НАТОмен байланыстарын өрбітіп дамып келе жатыр. Сондықтан бұл жерде айта кетерлік жайт, енді Франция қаншада наразылы болса да, наразылығы туындаса да, оның жалпы сыртқы саясатында көптеген өзгерістерге әкеп соқтырмайды. Америка құрама штаттары әрине қазіргі таңда НАТОның ішінде ең ірі елдердің біреуі. Америка қазір енді сыртқы саясатын Еуропадан гөрі Азия тынық мұхит аймағына көбінесе сыртқы саясатын белсенді қылып жатыр. Алдағы уақытта Еуропа елдерінен гөрі көбінесе осы Азия тынық мұхит аймағында орналасқан, жаңағы айтқан Жапония, Оңтүстік Корея, жаңағы Австралия сияқты елдермен байланыстарын өрбітетін болады. Бірақ бұл Еуропа ішінде бір бөлінуге, немесе НАТОның ішінде бір бөлінуге мен өз басым әкеліп соқтырды деп ойламаймын. Көбінесе Америка бұл НАТОмен де байланыстарды күшейтіп, Франциямен де алдағы уақытта бұл наразылықты жаңағы толыққанды жойып, байланыстарды ары қарай өрбітетін болады деп есептеймін. Айдарбек мырза, осы студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Өте бір қызықты сұхбат болды деп ойлаймыз. Енді құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың уақыты да өз соңына келіп қалды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.